Саламатсыздар ма? Каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, тез арада дайын болатын, тіптен уақытыңызды алмайтын пицца дайындайтын боламыз. Бізге керекті осындай дайын қамыр. Мен Асланбектің қамырын алдым. Енді сіздер отау футтың болсын, өз қалаған, өзіңізге ұнатқан қамырды алып, осылай оқтаудың көмегімен жайып аласыздар. Нағыз жаюға кедергі болып жатса, аз ғана ұн сепсеңіздер болады. Жұқалап жағасыздар. Одан кейін өзіңізге ұнаған кез келген соустан жаға берсеңіздер болады. Мен кетчуп, майонезді араластырдым. Жақсылап тұрып щеткамен бір тегіс етіп жағып аласыздар. Одан кейін тоңазытқышыңызда не бар, солардың барлығын осы пиццаға сала берсеңіздер болады. Мен шұжықты теркіден өткізіп алдым. Дәл видеодағыдай етіп, бір тегіс етіп салып шығыңыздар. Меруерт асханасына тіркелмеген оқырман болсаңыз, тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына сәл де болса да үлестеріңізді қосып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Және де менің рецептім ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпағаныңыз жөн. Мен екі түрлі сырдан пайдаландым, моцарелламен. Дәл видеодағыдай етіп, бір тегіс етіп сеуіп шығамыз. Енді ірімшігіміз молынан болса, ол өтен тәтті болатыны сөзсіз. Одан кейін тәтті бұрышымыздан аз ғана сеуіп шықтым. Одан кейін осындай оливковыйдан салдым, аз ғана. Одан кейін шетінен бастап, тығыз етіп, тартып тұрып ораңыздар. Одан кейін дәл видеодағыдай етіп бөліп шығасыздар. Осы оралғаны синабонды орағандай етіп орайсыздар. Одан кейін дәл осындай видеодағыдай етіп бөліп, противенімізге пергамент қағазын салып дайындайтын боламыз. Осы кезде міндетті түрде пешіңізді 180 градуста қыздырып қойғандарыңыз жөн. Міне ортасын сіздерге көрсетіп жатырмын. Дәл осындай болып шығады. Балаларыңызға демалыста не пісіреріңізді білмесеңіз, міндетті түрде осындай пицца жасауды ұсынамын. Балаларыма өте ұнады. Тез арада жеп қойғанымыз бар. Міне пиццамызды дәл осындай етіп противенімізге салғаннан кейін жұмыртқаның сарысынан бетіне жағып шығамыз. Одан кейін пешімізге салып 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп алсаңыздар болады. Міне сіздерге пісіп жатқан бөлісіп жатырмын. Міне өте дәмді болып пісіп шыққан. Ысылай күйінде.